Тікелей эфирде Таңшолпан бағдарламасы баршаңызға тағы да қайырлы таң, баршаңызды келе жатқан еліміз үшін ең айтулы мереке тәуелсіздік күнімен құттықтаймыз. Студиямыздың құрметті мейманымен таныс болыңыздар. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің ректоры, педагогика ғылымдарының докторы, профессор, құрмет орденінің иегері Гаухар Төремұратқызы. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Қайырлы таң. Өзіңізде келе жатқан тәуелсіздік күнімен құттықтаймыз. Сіздің де барша көрерменге таңғы тілегіңіз, лебізіңіз бар ғой? Әрине, ұлы дала еліміздің тәуелсіздік мерекесімен құттықтаймын барша қазақстандықтарды. Әрине, қазақ еліміздің өздік әнұраны, ел таңбасы және конституциясы бар, ата заңы. Және де осы 15 ғасыр бұрын күлтегін ескерткіштеріндегі мәңгілік ел жазуы қазір ұлттық идеямызға айналды. Сондықтан мен қазір осы біз Қазақстандағы ең бақытты ел деп айтуға болады. Бақытты ұрпақпыз дейсіз ғой? Бақытты ұрпақпыз. Тәуелсіздігіміз баянды бола берсін. Құрметті көрермен қауым, студия мейманына қояр сауалдарыңыз болса, және тікелей эфирге хабарласып, тілек лебіздеріңізді айтам десеңіздер, қоңырау шалыңыздар. 261-55-05 біздің байланыс телефонымыз, қала коды 8727. Осы орайда бізге хабарласқан көрерменіңіз бар екен, Ерубай ағамыз. Қайырлы таң. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қазақ елі, құрметті Таңшолпанның жүргізушілері. Мына 1,5 айдан кейін өздеріңізбен тілдескеніме қуанып отырмын. Бір 1,5 айдай болды. Бір шамалы денсаулыққа байланысты шеттен кіріп қалып, кеше келіп отырмын. 25 жылдық сіздердің мерекелеріңіз, еліміздің тәуелсіздігі баршамызға құт береке болсын. Мына астарымыз арайлы, әр уақытта күніміз шұғылалы болсын деп тілеймін. Мына өздеріңе сонау осыдан 25 жыл бұрынғы 92 жылға алғашқы шыққан күндеріңізден бастап, мына еліміздің барша қауымын таңертең күліп оянып, көңілді жүруге, сол күндердің асқақ армандарын орындауға жұмылдырған сіздердің еңбектеріңіз зор деп есептеймін. Көп рахмет, Ерубай аға, өзіңізге алғысымызды білдіреміз, хабарласып таңғы тілегіңізді білдіргеніңіз үшін. Ерубай ағамыз айтып отырғаны, біздің Таңшолпан бағдарламасы 25 жасқа толып отыр. Кеше ғана туған күнімізді атап өттік. Тілегіңізге мыңда бір рахмет. Енді сұхбатымызды ары қарай жалғастырсақ. Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін Гаухар ханым білім беру саласында көптеген оң өзгерістер орын алды. Енді сіз жоғары білім беру саласында жұмыс істеп келесіз ғой. Бұл бағытта қандай жақсы жетістіктеріміз бар елімізде? Осы жайында айта отырсаңыз. Әрине, елбасымыздың сарабдал саясатының арқасында бұл білім беру саласында көптеген реформалар жүргізілді. Қазіргі кездегі болып жатқан реформаларға келетін болсақ, қазіргі мектептерде жаңартылған бағдарлама бойынша балалар оқытыла бастады. Осы бағдарламаға байланысты көптеген оқулықтар шығарылып жатыр. Және де осы жаңартылған бағдарламаға сәйкестеніп жұмыс істейтін кадрларды қазір қайта оқытып жатыр. Бұның барлығы үлкен дүние. Әрине, бұл білім және ғылым министрлігінің тікелей Сағадиев Ерлан Кенжеғалиұлының жетекшілігімен болып жатқан дүниелер. Ал енді жоғарғы оқу орнына келетін болсақ, қазіргі кезде көптеген жоғарғы оқу орындары ашылып жатыр. Мынау педагогикаға байланысты көптеген жаңартылған қазіргі қажетті мамандықтарда ашылуда. Өнер саласына келетін болсақ, осы Астанада былтыр ғана ашылған өнер хореография академиясын айтуға болады. Және көптеген осы біздің әр аймақта ашылып қазір бірнеше жыл жұмыс істеп жатырған Назарбаев интеллектуал зияткерлік мектептерін айтуға болады. Және әрине Астанадағы біздің үлкен Назарбаев университетінде атап айтуға болады. Әрине, осындай ауыз толтырып айтарлықтай жетістіктеріміз көп білім саласында. Ары қарай да жұмыстарыңыз табысты бола беруіне тілектеспіз. Гаухар ханым, енді қыз бала тәрбиесі жайында әңгіме өрбітсек деп отырмын. Өзіңіз енді қыздар университетін басқарып отырсыз ғой. Және де докторлық диссертацияңызда осы қыз бала тәрбиесіне байланысты тақырыпта қорғадыңыз. Жалпы қыз бала деген ол елдің анасы, ұрпақтың анасы десек артық айтқаныңыз болмас, иә? Қыз бала тәрбиесінде бүгінгі таңда қандай мәселелер өзекті болып отыр? Енді мынау айтады ғой,
ана бір қолымен бесікті тербетсе, бір қолымен әлемді тербетеді деп. Қызға көп нәрсе байланысты. Сондықтан қазақ халқы қыз тәрбиесіне өте үлкен мән берген. Қызды оң жаққа шығарып, қонақ деп есептеген. Және қыз баланың тәрбиесіне байланысты көптеген жазылмаған заңдар бар. Жүріс тұрысына, отырысына, киім киісіне, сөйлеу манерасына, сон қарым-қатынас жасау. Мысалы, тұрмыс құрғанда да қайын сіңлісі, қайын апасы дейміз, қайын атасы дейміз, осы кісілердің барлығына өзіндік бір қарым-қатынасы белгіленген бір жазылмаған заңдары бар. Мысалы, қайын атаның атын атамау, қайын сіңліге ат қою деген сияқты бұның барлығы осы ұлттық дәстүріміздегі бір қыз балаға, әйел адамға деген бір тәрбие. Ал қазіргі біздің өзіміздің мынау қыздар педагогикалық университетіне келетін болсақ, мына Әл-Фараби айтпақшы, білім, тәрбиесіз берілген білім ол адамзаттың хас жауы дейді. Сол ұстанымды біз басты ұстанымыз ретінде ұстанамыз. Біздің университетте егерде білім ғылымды мынау гендер институты жүргізіп отырса, екінші бізде қыз жібек клубы бар. Бұл қыз жібек клубы әр аймақта ашылып отыр, әр жоғарғы оқу орындарының негізінде, бірақ біздің өзіміздің осы университеттегі қыз жібек клубы осы қыздардың Гаухар ханым, кешіріңіз, сөзіңізді бөлейін. Осы қыз жібек клубы жайында қазір сәлден кейін ары қарай әңгімемізді жалғастырсақ, өйткені желіде көрерменіміз бар екен, байланысқа шығыпты. Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Ұлбосын Тәжібайқызы байланысты екен, құттықтап тілек ниетімді білдірсем дейді. Қайырлы таң, сіз эфирдесіз. Біз өзіңізді тыңдап отырмыз, эфирдесіз. Ұлбосын ханым, байланысқа шығыңыз. Тыңдап отырмыз. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер Берік, сәлеметсіздер Гаухар Төремұратқызы. Сіздерді экраннан көргеніме қуаныштымын. Осы сәтті пайдалана отырып, бүкіл жалпы қазақ халқын тәуелсіздік мерекемен құттықтай отырып, Гаухар Төремұратқызына қоятын сұрағым бар еді. Гаухар Төремұратқызы, сізге творчестволық шығармашылық табыс тілеймін. Сіз келгелі де біраз айрым жүзі болды. Енді өзіңізге байланысты сұрақ, осы мына қыздар университетіне сізге келі оң өзгерісте сол бір жақсы жаңалықтар, өзгерістер енді де естіп жатырмыз. Өте қуаныштымыз, сізді құттықтаймыз. Соны атап өтсеңіз, қандай оң өзгерістер, қандай жаңалықтар болып жатыр өз тарапыңыздан, сіз басқарып отырған ұжымда. Жақсы, сізге рахмет, алғысымызды білдіреміз. Тікелей өзіңіздің жұмысыңызға қатысты сауал қойып жатыр көрерменіміз. Рахмет Ұлбосын Тәжібайқызына. Енді бұл университетке мен ректор болып келгеніме 3 айдың көлемі өтті. 3 айда әрине ол аз да емес, көп те емес, бірақ көп емес, жалпы алғанда. Бірақ бір өзіміздің қойған, жоспарлаған бір мақсаттарымыз бар. Енді қазіргі кезде біз ең бірінші кезекте осы қыздар университетінің ғылымын кішкене көтерсек па деп едік. Әрине ғылым бар, ол жерде ғылыммен айналысатын көптеген профессор, оқытушылар бар. Университет жоғарғы оқу орны болғандықтан міндетті түрде ғылым, білім, инновация болу керек. Өйткені Қазақстан осы білім, ғылым, инновацияға байланысты әлемге аяқ басты деп айтуға болады. Сондықтан біз қазіргі кезде осы ғылым жағын көтерсек па деп отырмыз. Ғылымды біздегі осы жұмыс істеп жатқан гендер институтымен байланыстырсақ, одан кейін болашақта коррекциялық бір кабинет ашып, қазіргі дефектология дейміз саласы, мынау тіл нүкісі бар балалармен жұмысты кішкене жандандырсақ, соны ары қарай дамытсақ деген ойымыз бар. Одан кейін осы қыздар педагогикалық университетінің жанынан балабақша ашсақ, сол балабақшада осы тіл
мүкісі бар балалармен бір группа жинап, өзіміздің қыздарымызды сол жерге іс тәжірибеден өткізіп отырсақ деген ойымыз бар. Ай, бәрекелді. Бұл жоспарларыңыздың барлығы сәтті түрде жүзеге аса берсін. Енді жаңа ғана қоңырау шалғанға дейін, көрерменіміз Олбасын Тәжібайқызы хабарласқанға дейін сіз Қыз жібек клубы жайында сөзіңізді бастаған едіңіз. Бұл клубтың мақсаты қандай? Бұл енді Қыз жібек клубының ең басты мақсаты мынау елімізге тәрбиелі ана дайындау, жалпы маман дайындау, білікті маман дайындау. Сол қыздың бойындағы барлық қазақ халқына тән тәрбиесі бар қыз тәрбиелесек деген ойымыз. Ең басты мақсатымыз сол. Жалпы қазіргі уақытта енді қыз тәрбиесіне байланысты көптеген өзекті мәселелерді айтылып жатады ғой. Мысалы, киім киюісіне байланысты, жүріс-тұрысына байланысты. Осы қыз балалардың киім киюіне сіз қандай талап қоясыз өзіңіз оқу орнында? Әрине, қыз баланың мен өзім осы университетке ректор болып келгеннен бастап, мен барлық факультеттің қыздарымен кездестім. Ең басты әңгімем, қыздар, сіздерде бір инноваттылық болу керек бойларыңызда. Сосын әр киімнің өзінің киетін орны бар. Мысалы, оқу орнына сабаққа джинсы киіп келу ол өте артық. Джинсыдың да киетін өзінің бір орны бар. Саябаққа барғанда, немесе бір қыдыруға шыққанда, серуендеуге шыққан кезде киюге болады деп, мен сол өзі әңгімемді содан бастаймын. Сондықтан енді әрине бәлендей бір талап қоюға болмайды, өйткені қазір дамыған заман, ол балалар көлікке отырады, бір ұзын көйлек кию керек деп айтайық десек, оны да айтуға болмайды, өйткені көлікке міну ол ыңғайсыз. Бірақ өзі қазақ халқында жаңағы айтатын білегінді көрсетпе, жаңағы аяғынды көрсетпе деген нәрселер бар ғой. Сондықтан оны сол өз бір шегіне келтіріп, сол ұстанса деп мен ойлаймын. Қазіргі заманмен үйлестіріп? Үйлестіріп, қазіргі заманға үйлестіріп, көптеген қазір сән үйлерінде киімдер бар. Сондықтан... Жақсы, Гаухар Төремұратқызы, таңғы уақытыңызды бөліп, студиямызға келіп, осындай келелі сұхбат әңгіме өрбіткеніңізге көптен көп рахмет. Алғысымызды білдіреміз. Енді сөз соңында тағы да ел жұртыңызды тәуелсіздік мерекесімен құттықтап өтсеңіз болады, қысқадан қысқа. Енді құрметті қазақстандықтар, біз бақытты елміз, осындай тәуелсіз Қазақстанымызда өмір сүріп жатырмыз. Сіздерге зор денсаулық тілеймін, баршаңызға шығармашылық табыс тілеймін, отбасыларыңызда амандық, бала-шағамыз аман болып, мынау басқа елдерді енді былай атап айтпағанымызбен де, қазіргі кезде мынау ата-аналар баласын, Қазақстанда ата-аналар баласын мектепке жіберіп, жай отырады, енді ешқандай бір қам жемейді, балама бір нәрсе болып қалады деп, мысалы, бейбіт елде өмір сүріп жатырмыз, сондықтан біз бақытты елміз. Оны бағалай білуіміз керек. Бағалай білуіміз керек. Жұмысыңыз табысты болсын. Гаухар ханым, көп рахмет. Таңшолпан бағдарламасында қонақта Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің ректоры, педагогика ғылымдарының докторы, профессор, құрмет орденінің иегері Гаухар Төремұратқызы.